Білесімге, не шынымен таңғаларлық. Кейбір адамдар бөлмеге кіргенде атмосфера өзгереді. Олар ештеңе айтпайды, әзілдемейді, жақсы көрінуге тырыспайды. Бірақ бәрібір оларға басқаша қарайды. Оларды тыңдайды, сөздерін бөлмейді, пікірлері маңызды. Мен ұзақ ойландым, құпия неде екенін. Өйткені бұрын мен мүлдем басқа едім. Мені байқамайтын, сөздерімді бөлетін, елемейтін. Және бұл өте жағымсыз сезім болатын. Адамдардың жанында болып, өзім жоқ сияқты сезіну. Содан кейін күтпеген нәрсе болды. Мен 5 кішкентай нәрсені өзгерттім. Мінезімді де, мәртебемді де достарымның ортасында емес. Бар болғаны 5 қарапайым әрекет. Және әсері дереу болды. Адамдар менің айтқанымды тыңдай бастады. Менің пікірімді сұрай бастады. Және ең таңғаларлық нәрсе, мен аз сөйлей бастадым. Ал құрмет көбейді. Бүгін мен саған осы 5 нәрсені көрсетемін. Ең қарапайымынан ең күштісіне дейін. Сен оларды бүгіннен бастап қолдана аласың. Бірақ алдымен маңызды бір ойды түсіну керек. Құрмет дауыспен емес, дөрекілікпен емес, үстемдікпен емес. Нағыз құрметті адамдар сезеді. Тіпті неге екенін түсінбесе де. Бірінші, тұрмыс. Сонда сіздің мұнда болуға құқығыңыз бар сияқты көрінесіз. Көптеген адамдарды қараңыз. Ілген иықтар, бүкірейген арқа, төмен қараған бас, ең аз кеңістік. Өз өмірлері үшін кешірім сұрағандай. Ал енді құрметке ие адамдарды қараңыз. Түзу арқа, иықтар сәл артқа, бас жоғары көтерілген. Қатты емес, көрсетік тұрғандай емес, жай ғана тыныш және сенімді. Неге бұл жұмыс істейді? Өйткені дене сөзден бұрын сөйлейді. Басқа адамдардың миы сигналды бірден қабылдайды. Бұл адам сенімді, онымен санасады. Қазір байқап көріңіз. Түзу тұрыңыз. Иықтарыңызды сәл артқа шегіндіріңіз. Баяу дем алыңыз. Міне, құрмет осылай басталады. Екінші, баяулаңыз. Бір нәрсені байқадыңыз ба? Құрметті адамдар ешқашан асықпайды. Олар баяу жүреді, баяу сөйлейді, уақыттары бардай қозғалады. Ал жүйкесі бұзылған адамдар асығады, шапқылап, тыпыршып жүреді. Байланыс қарапайым. Сіз баяулайсыз, тыныш көрінесіз. Сіз тынышсыз, сенімді көрінесіз. Сіз сенімдісіз, сізді құрметтейді. Кішкентайдан бастаңыз. Сәл баяу жүріңіз. Үзілістермен сөйлеңіз. Тыныштықты толтыруға асықпаңыз. Бәрі асығып, айқайлап жатқан әлемде тыныш адам ең көзге түсетін болады. Үшінші, көзбен байланыс орнатыңыз. Көптеген адамдар көзқарастан аулақ болады. Жерге, жаққа, телефонға қарайды. Бұл үлкен қателік. Сіз адамның көзіне қарағанда сөзсіз айтасыз. Мен мұндамын. Мен сенімдімін. Мен қорықпаймын. Бірақ ереже бар. Тіксініп қарамаңыз. Бұл шиеленіс тудырады. Схема қарапайым. 2-3 секунд көздеріне қарайсыз. Қысқа үзіліс. Және қайтадан қарайсыз. Мен мұны алғаш рет өзім үнемі ұтылатын адаммен сынап көрдім. Сол сөздер, сол идеялар. Бірақ менің қарым-қатынасым бірден өзгерді. Қалыпты әңгімелерде мұны қолданыңыз. Әсерін тез сезесіз. Төртінші, маңыздыдай тыңдаңыз. Құрметке жылдам жол іздейсіз бе? Шынымен тыңдаңыз. Көптеген адамдар тыңдамайды. Олар тек сөйлеу кезегін күтеді. Құрметті адамдар керісінше жасайды. Олар мұқият, сұрақтар қояды, жауап береді. Адам өзін естігенін сезгенде, ол өзін маңызды сезінеді. Ал адамдарды маңызды ететін адам әрқашан жауап ретінде құрмет алады. Келесі әңгімеде бір нәрсені байқап көріңіз. Не деп жауап беретінін ойламаңыз. Жай ғана сұхбаттасушыны түсініңіз. Бесінші, ең күштісі – тыныштық. Бұл қарапайым адамдарды бәрі құрметтейтін адамдардан бөліп тұратын тәсіл. Бәрі дауласқанда үндемеңіз. Бәрі шағымданғанда үндемеңіз. Бәрі дәлелдеуге тырысқанда үндемеңіз. Басқалардың айтып бітуін күтіңіз. Содан кейін ғана сіз сөйлеңіз. Қысқа,
тыныш, іске қатысты. Шуда ешкім естілмейді, ал тыныштық сіздің сөздеріңізді салмақты етеді. Нағыз құпия. Бірақ шындық мынада. Бұл тек осы 5 нәрсеге байланысты емес. Құрмет өзін құрметтеуден басталады. Сіз түзу тұрасыз. Сіз денеңізді құрметтейсіз. Сіз баяулайсыз. Сіз уақытыңызды құрметтейсіз. Сіз көздеріңізге қарайсыз. Сіз өзіңіздің құндылығыңызды құрметтейсіз. Сіз тыңдайсыз. Сіз басқаларды құрметтейсіз. Сіз үнсіз қаласыз. Сіз өз сөздеріңізді құрметтейсіз. Мұны жасанды жасау мүмкін емес. Адамдар мұны бірден сезеді. Және сондықтан кейде бір рет жасау жеткілікті. Адамдар сізді бірден құрметтей бастайды. Құрметті көрермендерім, Алла разылығы үшін бір өтінішім бар еді. Егер видеоларым сізге пайдалы болып жүрсе, арнама жазылып қойсаңыздар, мен шын жүректен қуанып қаламын. Тек подписаться батырмасын бассаңыз жеткілікті. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін ең үлкен мотивация. Әрбір жазылушы мен үшін өте қымбат және ерекше. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздаршы. Үйлеріңіз берекеге, жүректеріңіз тыныштыққа толы болсын. Құрметті менің ең жақын көрермендерім. Егер сіз менің айтқандарымды түсініп, өмірімізде жақсы өзгерістерді көруге дайын болсаңыз, мені қолдап, арнама тіркеліп кетіңізші. Әрбір тіркелген адам мен үшін ең қымбат әрі бағалы адам. Сіздер менің күшімсіздер. Мен сіздермен бірге өсіп, дамып, өмірдің шынайы құндылықтарын ашатын боламыз. Бірге болайық. Тек құрметті адам болу емес, өзімізді сыйлайтын күшті адам болайық. Сіздерге ең жақсы тілектер мен қуат. Мен сіздер үшін әрқашан пайдалы боламын.